Мына қазір сауданың заманы болды ғой. Егін егіледі қазір. Мал да бағылады. Бірақ негізі бізде ең көп қимылдап жатқан нәрсе қазір бизнес дейміз ғой, бизнес. Қараңыз, бәріміз мұсылманбыз ғой енді. Бізге білу керек нәрсе де бәрібір. Исламда кім немен айналысады, сол нәрсенің шариғаттағы орнын, үкімін білу фарыз болады. Мысалы, мен молда болсам, маған сауданы барып оқу маған фарызға айналмайды. Бірақ біліп алғаның жақсы да. Бірақ кім саудамен айналысады, ол адамға ше болды. Сауданың шариғаттағы үкімін біліп алу фарыз болады. Міндет болады кәдімгідей. Қазір байқайсыздар ма? Бізде жаңағы біреуден қарыз алады да, сөйтеді да қашады. Бермей жүре береді да. Бірақ негізі кім ұтып жатыр білесіздер ма? Қарыз берген адам сауапты. Әр күні сонша садақа берген сауап алып отырады. Ал анау алып кеткен адам ше, қарызсыз өліп кетпесін анда. Негізі қарыз алған адам іздеу керек. Қарызынан құтылайын ертерек өліп кетпей тұрғанда деп ше. Осы саудада да адамдардың бірін-бірін алдап жатқанының бірден бір себебі сауданың үкімдерін білмейді да, шариғатта қандай екенін. Мысалы, киім сатасыз. Мысалы үшін, Қытайдан алып келдің да, Бішкектіңге деп сатып жатсың. Не болмаса Қытайдан алып келдің, турецкий деп сатып жатсың. Өзің ішіңде біліп тұрсың ба өтірік екен, болды өтірік ол. Алдауға болмайды. Бір кемшілігі бар ма, жасырып сатып жіберуге болмайды. Сіз ойлайсыз бір пайда таптым деп. Сол пайдаңыз бірақ басқа ана жақтағы адал ақшаларыңызда қанша оның зиянын тигізіп жібереді да. Біреудің ақысын жеу деген нәрсе бар ғой, біреудің ақысын жеу. Саудада қараңыз, алдап сатудың арты не болады? Пайғамбар саллаллаху алейхи базарға кіріп бір күні, мына қант деп айтады, біреуі күріш дейді, ұн дейді, біреуінде қант дейді, құмшекер сияқты. Сонда анау сатып жатқан адамның қапшығына қолын тығады да, беті құрғақ, асты сулы болып тұрады да. Бұл нәрсе жанына су қойып қойса тартады екен ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осыны айтқан, бұндай саудада өтірік істегендердің лағнеттелгені жайлы. Алла тағала Құранда да айтады ғой оны. Құранда да бұл ескертілген ғой. Лағнеттелген сондай адамдар. Аларында жамандап алып, мысалы үшін мына сіздің затын аласыздар. Мына зат сіздіңкі. Аларында мен мынау қандай ғой, болмайды ғой, нашар ғой деп жамандап алып, сатар кезде оны мақтап сату. Не болмаса өзіңнің мына затыңды сатайын деп жатсың. Дәл жаныңда сондай зат, тура сондай зат біреуде тұр, сен меніңкі оңкіден жақсы деп мақтап сату. Осы нәрселерге сауда жасап жатқандарға жалпы айтар едім. Сауданың шариғаттағы үкімдерін кішкене оқысаңшы. Мысалы, задатық дейді, бізде заклад дейді. Задатық деген жалпы шариғатта бар ма, жоқ па? Неге шариғатта жоқ? Бізге оны сенім үшін жаңағы не дейді? Мысалы, мен мына затты алатын болдым да, сөйтем да мен 100 мыңға келсем да, 10 мың теңге заклад беріп кетем. Неге? Анау сатып қоймас үшін. Қараңыз. Мұсылман деген пайғамбар саллаллаху айтып жатыр. Мұсылман қандай болады? Уәдесінде тұрады, аманатқа қиянат қылмайды, өтірік сөйлемейді. Осы үш сипат бізде жоқ та қазір. Неге? Жай айлашын қол алысу, негіз задатық деген нәрсе. Мұсылман адам қол берді ма, заклад осы ғой, болды ғой. Сенуіміз керек. Біз қазір өзі сондай болып қалғанбыз. Сенімнен шығып қалғанбыз. Бір-бірімізге сенбейтін болып қалғанбыз да, болды, мына 100 мыңға келістім, задатық бермей-ақ, болды, мен қолымды бердім, алам. Жоқ, сенбейді саған. Мен мұсылманмын, жоқ, сенбейді. Оған ол кінәлі емес, мен кінәлі, мен сенімнен шығып кеткем да. Сол үшін амал жоқ, сендіру үшін задатық береді да. Бұл задатық деген нәрсе негізі уәде деген сөз ғой, былайша айтқан кезде. Біз құр қолға уәдеге сенбейтін болып қалғанбыз да. Неге? Өйткені біз саудада өтірік айтамыз, қиянат жасаймыз, алдаймыз. Бірақ байып жатқанның бәрі шамалы да. Алла тағала өйткені берекесін алып қояды. Негізгі мақсат, анау өткенде тарихта айттық қой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиаллаху анху Біләл құл кезінде сатып алған кезінде оны бір арзымайтын ақшаға сатып алады. Сонда жаңағы Абу Бакр ақмақсың ғой сен дейді да. Оны мысалы 10 дирхамға алған болса, саған 1 дирхам десең де бере салар ек қой осын. Какой-то құлды деген сияқты. Сонда Абу Бакр айтады, сендер ақмақсыңдар дейді. Сендер бұған 10 дирхам емес, 1000 дирхам сұрасаңдар берер едім дейді да. Неге? Сауданың берекесі аздығында көптігінде емес. Қол алысып
берекесімен істейсіз ба, бұл саудада береке болады. Алдап жаңа көп таттым деп ойлама, мына табыс ұзаққа бармайды. Ол не қалай келді солай кетеді, берекесіз кетеді да. Сол үшін ағайындар, қымбат сату емес, разылықпен сату.